Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін өздеріңізбен 4-ші бөлімге де келіп жеттік, яғни 4-ші аптамызға. Сол 4-ші бөлімнің ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын сұрақтарына тоқталып өтейік. Экономика ұғымының шығу тарихын естідіңіз бе? Ұлттық байлық дегенді қалай түсінесіз? Қазақстан экономикасының қай салалары жақсы дамыған деп ойлайсыз? Неліктен? Қазақстанда жұмыс істейтін қандай шетелдік компанияларды білесіз? Олар Қазақстан экономикасына қандай үлес қосуда? Сауда дегеніміз не? Экономиканың дамуына сауданың рөлі қандай? Сауданың дамуы үшін не істеу керек деп ойлайсыз? 4-ші бөлім. Грамматикалық тақырып болымсыздық категориясы, лексикалық тақырып экономикалық жүйе, ішкі және сыртқы сауда. Ең алдымен грамматикалық тақырыбымыздан бастайық. Болымсыздық категориясы. Болымсыздық категориясы сіздерге толығымен және анық түсінікті болу үшін болымды болымсыздық деп бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы анықтамалармен және мысалдармен түсіндірілетін болады. Ең алдымен болымды сыңарынан бастайтын болсақ. Етістік түбір күйінде де әртүрлі грамматикалық, лексика-грамматикалық тұлғаларында да қимылдың, іс-әрекеттің, амал процестің болуын, болғанын, болып жатқанын, болатынын, болу сипатының әртүрлі реңін білдіреді. Мысалы, сөйледі, берді, айтты, хабарласты, беріп жіберді. Яғни, мысалға қарап өздеріңізге түсініп отырғандай, кез келген іс-әрекеттің болғанын, жүзеге асқанын білдіретін категория. Оған қарама-қарсы категория болымсыздық. Қимыл іс-әрекеттің, яғни етістік білдіретін мағынаның іске аспауы, болмауы, арнайы грамматикалық амал тәсілдер арқылы беріледі. Сөйтіп, етістік білдіретін қимыл іс-әрекеттің қарама-қайшы мәні, ол мағынаның болмауы етістік түбірлеріне. Негізгі туынды күрделі етістіктің лексика-грамматикалық категориялары тұлғаларына маме, бабе, папе, нане қосымшасы қосылу арқылы жасалады да, болымдылық мәнге қарама-қайшы етістіктің болымсыздық категориясында жасайды. Мысалы, сөйлемеді, бермеді, айтпады, хабарласпады, беріп жібермеді. Дәл бұл жерде солай мысалдарға қарап отырып, іс-әрекеттің жүзеге аспауы, аспай қалуы, яғни мүлдем болмауы болымсыздық категориясы деп аталады екен. Жалпы болымсыздық категориясында болымсыз формалар, бағана біз жоғарыда айтып кеткендей, маме, бабе, папе, нане. Дәл осы формалар негізгі етістікке және көмекші етістікке де жалғана алады екен. Негізгі етістікке жалғанса, мысалдарды былай келтіруге болады. Айтпай жүр, сөйлемей қалды, бермеп еді. Яғни бұл жерде формалар негізгі етістікке жалғанып тұр. Сонымен қатар көмекші етістікке жалғанатын кездерде болады. Оған мысал келтіре кетейік. Айтып жүрме, сөйлеп қойма, беріп жіберме. Яғни қай-қайсысын алсаңыздар да, негізгі етістікті алсаңыз да, көмекші етістікті алсаңыз да, екеуінде де іс-әрекеттің жүзеге аспағандығын байқауымызға болады. Дәл осы тұста айтыла кететін бір маңызды ақпарат, бұл жерде тек қана біреуіне ғана жалғанды ғой, негізгі етістікке немесе көмекші етістікке. Тек қана біреуіне жалғану арқылы біз болымсыздық категорияның қатысқанын байқадық. Ал енді екеуіне де жалғанса не болады екен? Егер болымсыздық форма екі етістікке де, яғни негізгіге де, көмекшіге де жалғанса, онда ол автоматты түрде болымдылық мәнге ие болады екен. Өздеріңізді мысалға қараңыздаршы. Айтпай қоймады, жазбай отырмады, сұрамай кетпеді. Яғни бұл жерде негізгі етістікке де, көмекші етістікке де жалғанып тұр болымсыздық формасы. Екеуіне де жалғану арқылы мағынасына қарап мән беріп отырсақ,
болымдылық мәнге ие болып кетті. Яғни іс-әрекеттің жүзеге асқанын байқауымызға болады. Айтпай қоймады. Яғни адам бәрібір де сол бір ақпаратты, сол бір мәліметті айтып қойғанын байқауымызға болады. Немесе жазбай отырмады. Жазу процесі жүзеге асқанын байқаймыз бұл жерде де. Және сұрамай кетпеді. Яғни сол мәліметтің тағы да сол ақпараттың сұралғандығында, яғни іс-әрекет іске асқанын байқауымызға болады. Енді осы тұста грамматикалық тақырыпқа қатысты негізгі мәліметтер сіздерге берілді. Сол мәліметтерді қарап отырып, сол мәліметтерді негізге ала отырып, осы бір тапсырманы орындап көрсек. Берілген сөйлемдерді болымсыз сөйлемдерге айналдырыңыздар. Яғни бағанағы болымсыз формаларды қолдана отырып, осы бір өздеріңіз көріп тұрған сөйлемдерді болымсыз сөйлемдерге айналдырып көріңіздер. Осы арқылы тақырыпты тағы да толығырақ түсінетін боласыздар. Ал біз өздеріңізбен ары қарай кете берейік. Лексикалық тақырып бізде тағы бір есімізге түсіріп өтейік. Экономикалық жүйе, ішкі және сыртқы сауда. Енді ішкі сыртқы саудаға бармас бұрын ең алдымен дүниежүзілік сауда ұйымы деген ұғым бар. Ол жалпы қандай ұғым, ол жалпы қандай ұйым, соған толығырақ тоқталып кетсек. Дүниежүзілік сауда ұйымы, немесе қысқартып айтқанда ДСО, халықаралық сауда ережелерін реттейтін халықаралық экономикалық ұйым. Ол 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істей бастады. Алғашқы кезеңде ДСО-ға 77 мемлекет кірсе, 2005 жылғы 11 желтоқсандағы мәлімет бойынша оған 149 ел мүше болды. ДСО-ның, яғни дүниежүзілік сауда ұйымының басты міндеті іркіліссіз халықаралық сауда-саттыққа мүмкіндіктер жасау. Дамыған елдердің бастамасымен құрылған аталған ұйым халықаралық саудада экономикалық өсім мен адамдардың тұрмыс-тіршілігін көтеруге ықпал етеді деп есептеледі екен. Енді дәл осы сауда-саттыққа келетін болсақ, кез келген мамандықта адамдармен қарым-қатынас болғандықтан, адамдармен жұмыс істейтін болғандықтан, күлімдеу ол бір мәдениеттің, тіпті этиканың бір бөлшегі деп те айтамыз, ал ол сауда-саттықта тіпті мына бір өздеріңізге көрініп тұрған мақал-мәтел, ол Қытайдың мақал-мәтел. Кімде кім күлімсірей алмайтын болса, ол адам сауда-саттықпен айналыспауы тиіс. Яғни бұл сауда-саттықта, яғни сіздің кәсібіңіз алдыға жылжу үшін, саудаңыз жүру үшін, бұл қасиет адам үшін міндетті түрде керек екенін байқауымызға болады екен. Ары қарай кеттік. Енді жарнама. Ол жарнама жалпы экономиканың дамуына, сауда-саттықта әсіресе өте маңызды екен білеміз. Ел экономикасының дамуы мен бәсекелестіктің артуының негізгі көздердің бірі ол жарнама. Барлығымызға белгілі, яғни тауар қалай жарнамаланады, соған қарай ол тауардың тұтынушылары да не көбейеді, не азаяды. Ол енді барлығымызға айтпай-ақ түсінікті. Енді дәл осы жарнаманың тарихына қысқа тоқталып кететін болсақ. Жарнама жалпы француз тілінен алып қарасақ та, латын тілінен алып қарасақ та, жар саламын деген мағынаны білдіреді. Жар саламын, айғайлаймын, жария етемін деген мағыналарға ие. Қарап отырсақ, мысалы қазіргі уақытта біз жарнаманы газет-журнал беттерінен көреміз, теледидардан көреміз, болмаса әлеуметтік желілерден көреміз. Ал осы жарнама ең алғаш пайда болған кезде, ол жарнаманы адамдар кәдімгі көшеге шығып, дауыстап, айғайлап, кез келген өзінің бір тауарын, бір затты белгілі бір айғайлап, дауыстап, дауыс шығарып жарнамалайтын болған екен. Қарап отырсақ, түп төркіні этимологиясына да ол іс-әрекет сәйкес келіп тұр. Енді анықтамасын тоқталатын болсақ. Жарнама тауарлардың
қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама. Белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу. Дәл осы жарнамаға қатысты қандай қызықты фактілер, қандай қызықты ақпараттар бар екен? Енді соған тоқталсақ. Жарнамаға жыл сайын әлемде жалпы 500 миллиард доллар жұмсалады. 60 жыл өмір сүрген адам 2 миллионнан астам түрлі жарнамалық роликтерді бір емес, бірнеше рет қарап үлгереді екен. Қарапайым бала, яғни кішкентай бала, жасы кіші бала, жылына теледидардан 40 мыңға жуық жарнамалық роликтерді қайталап қарайды. Ең бірінші жарнамалық қалқан Америкада 1900 жылы ілінген. Мальборо ковбойы жайлы ең атақты жарнама, яғни темекі жарнамасы. Алғаш рет 1955 жылы шыққан. Ал дәл сол жарнамаға түскен барлық актерлер, яғни ер адамдар, барлық болғанда уже 3 ер азамат. 3 ер адам өкінішке орай кейінірек сол жарнамадан кейін өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс болған екен. Қол сағат жарнамаларына жақсылап мән беретін болсаңыздар, олардың бағыттамалары әрқашан 10 сағат 10 минутқа орнатылады екен. Яғни уақыт 10-нан 10 минут кеткенді көрсетіп тұрады. Бұл жарнамаға қараушыларды өзіндік еліктеу күлдірту үшін жасалған амал. Яғни өздеріңіз сағатқа үңіліп, сағат тіліне қарайтын болсаңыздар, егер сағат тілі біреуі 10 сағат көрсететін тілі 10-ды, және де минут көрсететін тілі де 10-ды көрсетіп тұрса, ол бір адамның езу тартып тұрғанына ұқсайды, жымиып тұрғанына ұқсайды. Осы жағынан арнайы солай таңдалып алынған амал түрі екен. Ары қарай кеттік. Жарнамалық тауарларды сатып алу адамдарға өзіндік сенімділік қосады. Бұны дәлелдеу үшін арнайы әлеуметтік сауалнама жүргізілген. Және де ешқашан жарнамаға нақты сенуге болмайды. Енді бұл өзі де барлығымызға түсінікті дүние. Әрине, жарнаманың барлығы өтірік деген сөз емес, бірақ дегенмен де жарнамада көрсетілген тауардың барлығын тұтынуымыз керек деген сөз емес, ол бәрібір де. Тағы да қандай қызықты мәліметтер бар екен. Жарнамада қолданылатын мұз кубиктері әдетте акрилден жасалады. Содан соң жарықтың жақсы өтуі үшін су қосылады. Ал көпіршіктер кір жуу ұнтағынан жасалады. Яғни, бағанағы шырын бар ғой, шырын, су, әртүрлі дәмдегі сулар, шырын, солар жалпы жарықта жақсы көрініп тұр үшін, яғни түсі анық жақсы көріну үшін оған жарнамаға түскен кезде су қосылады екен. Және де ол мысалға газдалған сусын болса, ол газының шыққанын жақсы анық көрсету үшін оған кір жуу ұнтағы қосылады екен, көпіршіктер жақсы шығу үшін. Сондай-ақ, америкалық фармацевтика компаниялары жарнамаға зерттеу жұмыстарынан гөрі 2 есе көп ақша жұмсайды екен. Яғни бұл компаниялар дәрі-дәрмекті зерттегенге қарағанда жарнамаға 2 есе көп ақша жұмсайды екен, қарап тұрсақ. Америка құрама штаттарында фастфуд өндіретін компаниялар жарнамаға жылына 1,6 миллиард доллар жұмсайды. 2008 жылы саяси жарнамаға 2,6 миллиард доллар көлемінде қаржы жұмсалған. Сайлау кезінде Барак Обама 310 миллион доллар, ал Маккейн өз кезегінде 136 миллион доллар жұмсаған екен. Жарнамадан жылына 100 миллион доллар пайда тапқан алғашқы басылым Life журналы болып табылады. Басылым пайда болғанға дейін тауарларды халыққа ұсынуы дыбыстық жарнамалар арқылы жүргізілген екен. Міне осымен біздің грамматикалық және лексикалық тақырыбымыз өз мәресіне жетті.
міне осымен өздеріңізбен тақырыпты аяқтаймыз. Ары қарай өз оқытушыларыңызбен жұмыс істейтін боласыздар. Сау болыңыздар.